Сәлем достар, бұл Казак Storytime. Біз бастаймыз. Барлығына сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ГУЛАГта бізге не істегенін айтып береміз. Біздің әңгімемізді тыңдаңыздар. 1947 жыл. Алматы. Айданың есімі бүкіл республикаға мәлім еді. Опера театрының жарық жұлдызы, дауысы бұлбұлша сайраған, жүзі айдай сұлу ару. Ол сахнаға шыққанда залдағы халық демін ішіне тартып, оның әрбір қимылына таңырқай қарайтын. Оның сұлулығы жұртты тамсандырып қана қоймай, жоғары биліктегілердің де көзіне түскен еді. Алайда сол бір қаралы кеш Айданың өмірін мәңгілікке өзгертті. Спектакль аяқталған соң грим бөлмесіне 2 адам кіріп келді. Олардың үстіндегі қара былғары плащтар мен суық жанарлары бірден сұмдықты аңғартты. Айда Қасымова. Сіз халық жауының әйелі ретінде тұтқындаласыз. 58 бап, деді бірі суық дауыспен. Айданың күйеуі белгілі ғалым Сәкенді осыдан 1 апта бұрын алып кеткен. Айда оның ақ екеніне сенімді болса да, НКВД-ның темір шеңгелі оған мүмкіндік бермеді. Оны сол түні Столыпин вагонына тиіп, белгісіз бағытқа алып кетті. Азапты сапар. Вагонның іші тар, қараңғы әрі сасық еді. 100-ден астам әйел бір-біріне тығылып, үрейден дірілдеп отыр. Олардың арасында зиялы қауымның әйелдері, мұғалімдер, дәрігерлер, тіпті жас студент қыздар да бар. Бірақ күзетшілердің назары ерекше бір топқа түсті. Олар сұлулар еді. Пойыз тоқтаған сайын күзетшілер вагонның есігін ашып, ішке шам жарығын түсіретін. «Әй, бұлбұл, бері шық!» деп ақырды бір күзетші Айданы нұсқап. Оны вагонның шетіне алып шығып, киімін шешуге мәжбүрледі. Бұл жай ғана тексеру емес, бұл адамның намысын таптаудың басы еді. Күзетшілер Айданың сұлу мүсініне қарап, мазақтап күліп, оған лас қолдармен тиісуге тырысты. «Қараңдаршы, сахнаның жұлдызы енді біздің қолымызда. Мұнда сенің әнің емес, біздің бұйрығымыз жүреді», деді олар. Сол вагонда Айда өзі сияқты тағдырлас Софиямен танысты. София Мәскеуден келген балерина еді. Оның да сұлулығы сорына айналғаны көрініп тұрды. «Айда, бекем бол. Олар бізді тек жұмысқа емес, басқа нәрсеге пайдаланғысы келді. Сұлулық ГУЛАГта сыйлық емес, ол қарғыс», деп сыбырлады София. Карлактың қақпасы. Пойыз Қарағанды даласына жеткенде аяз сүйектен өтіп жатты. Әйелдерді вагоннан лақтырып түсіріп, тікенек сыммен қоршалған лагерге қарай айдады. Бұл әйгілі Карлак Қарағанды еңбекпен түзеу лагерінің бір бөлімшесі еді. Лагердің кіреберісінде әйелдерді топқа бөлді. Бір жағында жасы келген науқас әйелдер, екінші жағында жас әрі сұлу арулар. Лагер бастығы майор Кузнецов деген адам ат үстінде тұрып, жаңадан келген олжаларына қарап жымиды. Оның көзі Айда мен Софияға түскенде, ол бірден көмекшісіне ишарат жасады. «Мына екеуін бөлек бараққа апарыңдар. Олар жалпы жұмысқа шықпайды әзірге», деді ол. Бұл жеңілдік сияқты көрінгенімен, лагердің ескі тұтқындары бұның не екенін жақсы білетін. ГУЛАГтағы ең сұлу әйелдерді күзетшілер мен офицерлер өздерінің түнгі көңілдестері немесе лагер әйелдері етіп таңдап алатын. Бұл ГУЛАГтың жазылмаған, бірақ ең қатыгез заңы еді. Алғашқы түн. Айда мен Софияны кішкентай, суық бөлмеге қамады. Онда тек 2 ағаш кереует бар. Түн ортасында есік ашылып, ішке 2 мас күзетші кіріп келді. «Ал жұлдыздар өнерлеріңді көрсететін уақыт келді», деді олар қырылдаған дауыспен. Айда бар күшімен қарсыласты. Ол өзінің намысын, тазалығын қорғағысы келді. Бірақ күзетшінің ауыр жұдырығы оның нәзік бетіне тигенде, ол жерге құлады. «Сен мұнда әртіс емессің, сен мұнда нөмерсің. Сенің есімің жоқ, тек 365-ші тұтқынсың», деп ақырды күзетші. Сол түні Айданың жан дүниесі алғаш рет өлді. Ол өзінің сұлулығының осыншалықты қорлыққа себеп боларын білмеген еді. Лагердің сыртындағы тікенек сымдар ғана емес, оның тағдыры да сол түні торға қамалды. Ертеңіне Айда айнаға қарағанда өзін танымай қалды. Көздеріндегі ұшқын сөнген, бетінде көгерген іздер. Ол енді опера театрының жұлдызы емес еді. Ол ГУЛАГтың тұңғиығына батқан тағы бір бейкүнә ару еді. Бірақ ол білмеген бір нәрсе бар еді. ГУЛАГта аман қалу үшін тек физикалық күш емес, рухани төзімділік.
Және оның сұлулығы кейде ажалдан да құтқаруы мүмкін, немесе ажалға тезірек жетелеуі мүмкін. Қатал сарыарқаның таңы. Карлактағы таң боранмен басталды. Сарыарқаның саршұнақ аязы барақтың жыртық терезелерінен ысқырып кіріп, адамның сүйегінен өтеді. Таңғы сағат 4-те развод басталды. Жүздеген аш, жүдеу әйелдер мұздай суықта тізіліп тұр. Олардың үстіндегі жұқа мақталы күртешелер, ватник мен аяғындағы ауыр бәтеңкелер сұлулық атаулыны әлдеқашан көміп тастаған. Алайда Айда мен Софияның жағдайы басқаша еді. Оларды жалпы топпен бірге қамыс оруға немесе тас қашауға жібермеді. Майор Кузнецовтың бұйрығымен оларды лагердің мәдениет бөліміне КВЧ шақыртты. Сендер бақыттысыңдар, деді оларды бастап бара жатқан күзетші мысқылмен. Басқалар балшық кешіп жүргенде сендер салтанатты боласыңдар. Бірақ ол салтанаттың өз бағасы бар екенін ұмытпаңдар. Мәдениет бригадасы немесе құлдар театры. Лагердің ескі клубына кіргенде Айданың көзіне жас келді. Мұнда ескі рояль мен жыртық сахна бар еді. Бұл жерде ГУЛАГтың көркемөнер бригадасы жиналған. Олардың арасында Мәскеуден айдалған композиторлар, ленинградтық ақындар мен талантты бишілер бар. Бұл бригаданың мақсаты лагер басшылығына, Мәскеуден келетін тексерушілерге және жергілікті офицерлерге концерт қою. Бұл ГУЛАГтың ең үлкен құпияларының бірі. Сырт көзге бәрі мәдениетті көрінгенімен, сахна артында сұмдық қылмыстар жататын. Кузнецов клубқа кіріп келіп тікелей Айдаға жақындады. Оның үстінен қымбат темекі мен одеколон иісі аңқиды. Бұл иіс лагердегі өлім мен шірік иісіне мүлдем жат еді. Сонымен бұл деді ол Айданың иегінен көтеріп. Ертең бізде үлкен қонақтар болады. Сен менің сүйікті әнім Қарлығашты шырқайсың. Егер қонақтар риза болса, саған жылы барақ пен қосымша нан беріледі. Ал егер көңіліңнен шықпасаң, ол терезеден сырттағы карцерді, айып изоляторын нұсқады. Онда мына сұлу жүзіңді аязға жем етемін. Сұлулық сор. Айда мен Софияға барақтың шетінен бөлек бөлме берілді. Бұл басқа тұтқын әйелдердің ашуын туғызды. Қараңдаршы, ақ сүйектер келді, деп айқайлады барақтың бастығы Марфуза есімді егде тартқан, қылмыстық әлемнен келген әйел. Біз мұнда қара жұмыстан өліп жатқанда, сендер беттеріне бояу жағып, бишіктердің алдында билейсіңдер ме? Марфуза Айданың шашынан жұлып, оны жерге жықты. Егер маған тамақ әкелмесеңдер, түнде сол әдемі беттеріңді ұстара мен тіліп тастаймын. ГУЛАГта сұлулар ұзақ өмір сүрмейді, деп қоған лоққы көрсетті. Айда түсінді, ол екі оттың ортасында қалды. Бір жағында оның тәніне қызыққан қатыгез офицерлер, екінші жағында оның сұлулығын көре алмайтын ашынған тұтқындар. Соңғы таңдау. Сол күні кешке Кузнецов Айданы өз кабинетіне шақыртты. Онда үстел үстінде ақ нан, сары май және ет тұрды. Айданың аштықтан басы айналды, бірақ ол бұл тағамның тегін емес екенін білетін. Айда, мен сенің күйеуің туралы білемін. Ол ату жазасына кесілген, деді Кузнецов салқын қандылықпен. Айда бұл суық хабарды естігенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Бірақ мен құжаттарды өзгерте аламын. Оны хабар ошарсыз кетті деп жаздырып, сенің де жазаңды жеңілдете аламын. Ол Айдаға жақындап, оның қолын ұстады. Маған қарсыласпа. Сенің сұлулығың саған қызмет етуі керек. Менің әйелім бол, сонда сен ГУЛАГта емес, нағыз жұмақта тұрасың. Сахнаға шығасың, жақсы киінесің. Ал егер бас тартсаң, ертең сені Лесоповалға ағаш кесуге жіберемін. Ол жерден ешбір әйел тірі қайтқан емес. Айда Кузнецовтың көздеріне қарады. Ол көздерде махаббат емес, тек менмендік пен меншіктену сезімі бар еді. Ол өзінің намысын сақтап ағаш кесуге барып өлуі керек пе, әлде күйеуінің атын тазалау үшін осы қорлыққа көнуі керек пе? Мәскеуден келген қонақтар. Карлагтың ақ түтек бораны аздап басылғанмен, лагер ішіндегі суық тоң жіби қоймады. Бүгін лагерде үлкен дайындық. Мәскеуден ішкі істер халық комиссариатының НКВД жоғары шенді офицерлері полковник Волков бастаған тексерушілер тобы келді. Бұл тексерушілер үшін лагер жай ғана түзеу орны емес, олар үшін бұл ойын-сауық мекені.
Лагерь бастығы Кузнецов өзінің олжаларын көрсетіп шенін өсіруді көздеді. Ол Айда мен Софияға ең жақсы көйлектерді, кезінде тұтқындалған басқа бай әйелдерден тартып алынған, кигізіп, оларды нағыз жұлдыздардай етіп көрсетуге тырысты. Естеріңде болсын, деді Кузнецов сахна артында Айданың құлағына сыбырлап. Егер полковник Волковқа бірдеңе ұнамай қалса, сендерді бүгін түнде ерлер лагеріне қасқырлардың ортасына жіберемін. Ол жерде сендерді тірілей жеп қоя. Бұлбұлдың зары. Концерт басталды. Сахнаның алдыңғы қатарында мас офицерлер, ал артқы жағында үнсіз аш-жалаңаш тұтқындар отыр. Айда сахнаға шыққанда залдағы шу саптиылды. Ол гулагтың сұрғылт қабырғаларының арасында көктен түскен періштедей жарқырап тұрды. Ол қарлығаш әнін бастады. Оның дауысы залдағы әрбір адамның жүрегін тіліп өткендей болды. Тұтқындардың арасында отырған егде жастағы әйелдер еңіреп жылап жіберді. Бұл ән олардың туған жерін, жоғалтқан балаларын, еркіндікті еске түсірген еді. Ал полковник Волков болса көзін Айдадан алмай, оның сұлулығына жабайы құмарлықпен қарап отырды. Бұл қыз мұнда не істеп жүр? Мұндай асыл тас Карлактың лайында жатпауы керек, деді Волков Кузнецовқа қарап. Бұл сөзде достық ниет емес, ашық бәсекелестік пен меншікке таласудың иісі сезілді. Софияның трагедиясы. Кезек Софияға келді. Ол нәзік балерина. Оған сахнада Чайковскийдің Аққу көлінен үзінді билеу бұйырылды. Сахна едені ескі, ағаштары мүжілген әрі өте суық болатын. София билей бастады. Оның әрбір қимылы гулагтың ауыр ауасына қарсылық сияқты көрінді. Бірақ концерттің ортасында Волковтың мас көмекшілерінің бірі сахнаға бөтелке лақтырып жіберді. Бөтелке Софияның аяғының астына түсіп шашылып қалды. София аяғын тілсе де тоқтауға қорықты. Ол қан жоса болып билей берді. Кенеттен оның нәзік тобығы тайып кетіп, сүйегінің сықырлаған дыбысы бүкіл залға естілді. София жерге құлады. Оның ақ балет туфлиі қызыл қанға боялды. Болмайды. Тұр. Биле. Деп ақырды Кузнецов. Бірақ София тұра алмады. Оның балерина ретіндегі мансабы ғана емес, гулагтағы тірі қалу мүмкіндігі де сол сәтте үзілген еді. Лагерде жұмысқа жарамсыз, жараланған сұлудың құны 1 тиын. Офицерлер арасындағы сауда. Концерттен кейін Кузнецов пен Волков кабинетке жабылды. Айданы есік алдында күзетшілер ұстап тұрды. Іштен айқай-шу естілді. Мен оны Мәскеуге алып кетемін, Кузнецов. Саған басқа 3 әйел беремін, бірақ мына бұл маған керек. Деп ақырды Волков. Жоқ, полковник, ол менің жеке олжам. Мен оны саған бермеймін, деді Кузнецов. Айда мұздап кетті. Ол өзін тірі тауар ретінде саудалап жатқандарын естіп жиіркенді. Екі құбыжық оны бөлісе алмай жатты. Бірақ ол Софияны ойлады. Жаралы Софияны қайда алып кетті? Түн ортасында Айда лагердің медициналық барағына жасырын барып, Софияны тапты. Софияның аяғы сып кеткен, ол қызба, лихорадка үстінде жатыр еді. Айда, қаш деп сыбырлады София, олар ертең мені бірақ жарамсыз деп есептеп өлім лагеріне жібереді. Сені Волков алып кетеді. Ол Кузнецовтан да сорақы. Сол түні Айда гулагтың ең қорқынышты құпиясын түсінді. Мұнда сұлулық тек уақытша қорған. Ал соңында бәрібір өлім немесе толықтай рухани күйреу күтіп тұр. Ол Софияны құтқаруы керек еді, бірақ өзінің де басына қара бұлт үйірілді, лазареттегі үнсіздік. Концерттен кейінгі түн Карлаг тарихындағы ең ұзақ түндердің бірі болды. Сахнадағы жарқыл мен жалған салтанат аяқталып, оның орнын аяусыз шындық басты. Айда лагердің лас әрі суық лазаретіне, емдеу барағына білдірмей кіріп үлгерді. Мұндағы ауа өлім мен шіріктің иісіне тұншығып тұр еді. Бұрыштағы ескі ағаш кереуетте София жатыр. Оның бей кезінде жараланған аяғы сып көгеріп кеткен. Дәрі-дәрмек жоқ, тек кір қожалақ дәке ғана бар. Софияның жанарындағы от сөніп бара жатты. Ол енді атақты балерина емес, ол гулагтың тағы бір жарамсыз бұйымына айналды. Айда, келдің бе? Софияның дауысы әрең шықты. Олар ертең мені актировка жасайды.
Солтүстікке ең ауыр лагерге жібереді. Ол жерден ешкім тірі қайтпайды. Айда досының қолын қысты. Оның жүрегіндегі ашу, ыза мен дәрменсіздік араласқан сезім кеудесін жарып жібере жаздады. Ол гулагтағы сұлулықтың қаншалықты өткінші екенін, бір сәтте патшайымнан қалдыққа айналудың қаншалықты оңай екенін түсінді. Волковтың жемісі. Дәл осы сәтте лазареттің есігі гүрсілдеп ашылып, ішке екі күзетші кірді. Тұтқын Қасымова. Полковник Волков сені күтіп отыр. Тездет. Олар Айданы жұлқып алып шықты. Айданы Волковтың жеке вагонына алып келді. Бұл вагон нағыз жұмақ сияқты еді. Қымбат кілемдер, үстел үстіндегі тағамдар, шетелдік шараптар. Волков оны күлімсіреп қарсы алды, бірақ бұл күлкінің астында нағыз жыртқыштың бейнесі жатқанын Айда жақсы білді. Отыр, Айда, деді Волков, оған шарап ұсынып. Сен сирек кездесетін гауһар тассың. Мен сені Кузнецовтың қолында қалдыра алмаймын. Ол қатыгез, ол сұлулықты түсінбейді. Мен сені Мәскеуге алып кетемін. Менің жеке әншім боласың. Саған еркіндік беремін, тек менің айтқанымды істесең болды. Айда бұл еркіндіктің қандай болатынын түсінді. Ол алтын тордағы құс, полковниктің ойыншығына айналмақ. Бірақ оның ойында тек София тұрды. Полковник, деді Айда даусы дірілдеп. Егер сізбен бірге кетсем, маған бір уәде бересіз бе? Досым Софияны мұнда қалдырыңыз. Оның аяғын емдетіңіз. Оны өлім лагеріне жібермеңіз. Волков мысқылдап күлді. Биші қыз ба? Ол енді ешқашан билей алмайды. Ол пайдасыз жүк. Гулагта тек күштілер мен пайдалылар қалады. Бірақ, егер сен мені бүгін түнде шынымен риза етсең, мен ол туралы ойлану мүмкін. Айда үшін бұл нағыз тозақ еді. Өз намысын сатып досын құтқару. Ол гулагтағы сұлулардың неліктен ерте қартаятынын түсінді, олардың жаны күн сайын осындай ауыр таңдаулардан өртеніп бітетін. Марфузаның құпиясы. Таңға жуық Айда барағына қайтып келді. Оның жүзінде тіршілік нышаны қалмағандай еді. Оны барақ бастығы қылмыскер Марфуза күтіп алды. Марфуза Айдаға бұрынғыдай айқайлаған жоқ, керісінше оған аянышпен қарады. Сонымен бұл полковниктің дәмін таттың ба? Деді Марфуза төмен дауыспен. Тыңда, мен сені жек көретінмін. Бірақ сенің София үшін басыңды бәйгеге тіккеніңді көрдім. Мұнда ондай адамдар аз. Марфуза Айданың қолына кішкене қағаз кесіндісін ұстатты. Бұл лагерден шығудың жалғыз жолы Волковпен кету емес. Мына қағазда жасырын байланышының есімі бар. Ертең сендерді санитарлық тексеріске алып шыққанда соған жолығыңдар. Лагерде көтеріліс дайындалып жатыр. Сұлулар сахнада ғана емес, майданда да керек. Айда таңғалды. Тікенек сымның артында тек қорлық емес, сонымен бірге үлкен қарсылықта жасырынып жатқан екен. Қоштасу және жаңа жол. Ертеңіне Софияны өлім лагеріне әкететін конвой келді. Айда Волковтың уәдесіне сеніп еді, бірақ полковник оны алдап соққан болатын. Ол Айданың намысын таптап, енді оны өз меншігі етіп алып кетпекші, ал Софияны қажетсіз қоқыс ретінде тастап кетпек. Жоқ, Айда конвойдың алдына тұра қалды. Сендер оны әкете алмайсыңдар. Ол менің досым. Күзетшілер оны мылтықтың дүмпімен итеріп жіберді. Айда жерге құлап жатып, Софияның тиелген машинаның артынан қалай қарайлап бара жатқанын көрді. Софияның жанарында өкпе емес, тек кешір деген сөз ғана бар еді. Дәл осы сәтте Айданың ішінде бір нәрсе үзілді. Ол енді қорықпайтын болды. Ол енді тек өзі үшін емес, София үшін, гулагтың тозағында қалған барлық арулар үшін кек алуды ойлады. Ол Марфуза берген қағазды қатты қысты. Кузнецов пен Волков оның сұлулығын пайдаланғысы келді ме? Олай болса, ол бұл сұлулықты олардың империясын ішінен қирату үшін пайдаланатын болады. Гулагтың ең сұлу тұтқыны енді оның ең қауіпті жауына айналмақ еді, алтын тордың ызғары. Софияны өлім лагеріне әкеткен соң, Айданың жүрегі тасқа айналғандай болды. Ол енді жыламайтын, мұңаймайтын. Оның жанарында тек суық кек пен алдағы мақсатқа деген ұмтылыс қана қалды.
Полковник Волков оны Карлактың жалпы барағынан алып шығып, офицерлерге арналған арнайы ғимараттың екінші қабатындағы сәулетті бөлмеге орналастырды. Бұл жерде ГУЛАГтың басқа бөліктеріндегідей аштық пен суық жоқ еді. Айдаға жақсы тамақ, жібек көйлектер мен тіпті француз әтірлері берілді. Бірақ бұл жұмақ оған кез келген тозақтан бетер ауыр тиді. Себебі бұл сұлулықтың ақысы оның бостандығы мен намысы еді. Волков оны өзінің жанды олжасы ретінде достарына, Мәскеуден келген басқа да жендеттерге мақтанышпен көрсететін. Қараңдаршы, бұл қазақ даласының ең қымбат гауһары. Сахнаның жұлдызы енді менің қолымда ән салат дейтін Волков мас болып Айданың иығынан құшақтап. Құпия байланыс. Айда Марфуза берген қағазды есінде жақсы сақтады. Ондағы есім дәрігер Ли, ол лагердің орталық госпиталінде жұмыс істейтін, кезінде жер аударылған корей азаматы еді. Айда өзінің артықшылығын пайдаланып, Волковтан лагер аумағында серуендеуге рұқсат алды. Бір күні ол госпитальға басым ауырып тұр деген сылтаумен кіріп дәрігер Лиді тапты. Ли сабырлы, көзқарасы терең адам екен. Мені Марфуза жіберді деп сыбырлады Айда айналасына жалтақтап. Дәрігер Ли оның қолын ұстап, тамырын тексере бастады. Сырт көзге бұл жай ғана медициналық тексеріс болып көрінгенімен Ли ақырын жауап берді. Біз сені күттік, Айда, сен Волковтың кабинетіне еркін кіре аласың. Оның сейфінде тізім 12 деген құжат бар. Онда алдағы айда атылуға тиіс халық жауларының және басқа лагерлерге жер аударылатын әйелдердің тізімі тұр. Соны бізге білуіміз керек. Сұлулығыңды осы жолда пайдалан. Айда басын изеді. Ол енді жай ғана тұтқын емес, ол тікенек сымның ішіндегі ең батыл тыңшыға айналды. Сұлулардың соры, бетперде кештері. ГУЛАГтың ең жиіркенішті құпиясының бірі офицерлердің бетперде кештері еді. Аптасына бір рет лагер басшылары ең сұлу тұтқын әйелдерді жинап, оларға салтанатты кеш ұйымдастыратын. Бұл кештерде әйелдер сәнді киініп, билеп ән салуы тиіс. Бірақ бұл өнер мерекесі емес, бұл офицерлердің өздеріне көңілдес таңдайтын базары болатын. Көптеген арулар бұл қорлыққа шыдамай, өздеріне қол жұмсайтын. Бірі шашын тақырлап алып тастап, бетіне жара салып, әдейі сұлулығын құртуға тырысатын. Бірақ Айда басқа жолды таңдады. Ол өз сұлулығын қалқан ретінде пайдаланды. Бір кеште Волков мас болып Айданы генералдың алдында ән салуға мәжбүрледі. Айда сахнада тұрып, Волковтың маңызды құжаттар салынған сөмкесін креслоның артына тастап кеткенін байқады. Ол ән салып тұрып, би қимылдармен сөмкеге жақындап, оның ішіндегі кілттердің көшірмесін алудың жолын іздеді. Оның жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұрса да, жүзіндегі бұлбұлдың күлкісі еш өзгермеді. Марфузаның ажалы. Алайда лагердегі тыңшылар тек тұтқындардың арасында емес еді. Кузнецов Айданың госпитальға жиі баратынын сезіп қалды. Ол Марфузаны шақыртып, одан шындықты білгісі келді. Марфуза, сен бұрыннан осындасың. Айда мен дәрігер Лидің арасында не бар? Сөйле, әйтпесе сенің де, барағындағылардың да күні қараң болады. Деп ақырды Кузнецов. Марфуза тісін қайрап Кузнецовтың бетіне түкірді. Мен саған ештеңе айтпаймын, жендет. Сендер біздің денемізді құл еткендеріңмен жанымызды сатып ала алмайсыңдар. Деді ол. Сол түні Марфузаны бүкіл лагердің алдында аяусыз жазалады. Айда бұны терезеден көріп, еріндерін қан жоса болғанша тістеді. Марфуза өлер алдында Айданың терезесіне қарап, басын әрең изеді. Бұл жалғастыр, тоқтама деген белгі еді. Алғашқы қадам. Марфузаның қазасы Айданы одан сайын қайрады. Сол түні Волков мас болып ұйықтап жатқанда, Айда оның малта, галстук қалтасынан сейфтің кілтін алды. Ол жалаң аяқ қана дыбыссыз жүріп, Волковтың жұмыс кабинетіне кірді. Сейфті ашқанда, оның көзіне тізім 12 түсті. Тізімді оқып отырып, Айданың демі тоқтап қала жаздады. Тізімнің ең соңында София Игнатьева ату жазасына кесілсін деген жазу тұр еді. София әлі тірі. Бірақ оған тек 3 күн ғана уақыт қалған. Айда құжаттың көшірмесін жасап, кілтті орнына қойды. Енді оның алдында үлкен міндет тұрды, Софияны өлімнен қалай құтқару керек. Және лагердегі жүздеген әйелдің өмірін қалай сақтап қалуға болады.
Сұлулық енді жай ғана бетперде емес, ол жаудың жүрегіне қадалатын өткір қанжарға айналды, 3 күннің үрейі. Сейфтен табылған тізім Айданың қолын күйдіріп бара жатқандай болды. Софияға небәрі 72 сағат қалды. Гулагта бұл уақыт көзді ашып жұмғанша өте шығады. Лагердегі өлім конвейері ешқашан тоқтамайтын. Біреулер өлсе, ендіреулерді. Айда келесі күні таңертең тағы да госпитальға бет алды. Бұл жолы ол Волковтың сыйлаған қымбат алтын сағатын күзетшіге пара ретінде берді. Дәрігер Ли, София тірі. Ол осы лагердің оқшауланған өлім блогында жатыр. Оған 3-ақ күн қалды, деді Айда ентігіп. Дәрігер Лидің жүзі бұлттанып кетті. Ол блокқа кіру мүмкін емес, Айда, онда тек өлім жазасына кесілгендерді ұстайды. Бірақ бір ғана жол бар. Гулагта бәрінен де қатты қорқатын бір нәрсе бар. Ол тиф немесе оба. Егер біз ол блокта жұқпалы ауру шықты деп мәлімдесек, күзетшілер ол жерге жоламайды. Волковтың күдігі. Алайда полковник Волков ақымақ емес еді. Ол Айданың тым жиі госпитальға баратынын, оның жанарындағы қорқыныштың орнына белгісіз бір нық сенім пайда болғанын байқады. Ол кешкі аста Айдаға мұқият қарап отырып кенеттен сұрады. Айда, сенің досың Балерина, оны сағындың ба? Айданың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол қолындағы шанышқыны қатты қысып сабыр сақтауға тырысты. Полковник, сіз оны өлім лагеріне жібердіңіз емес пе? Мен үшін ол енді жоқ адам, деді Айда суық дауыспен. Солай ма? Волков орнынан тұрып Айдаға жақындады. Білесің бе, Гулагта сұлулықтан да қауіпті нәрсе бар. Ол ақылдылық. Егер сен мені алдап жүргеніңді білсем, сенің әдемі даусыңды мәңгілікке өшіремін. Сол түні Волков Айданың бөлмесіне күзет қойды. Ол енді еркін қозғала алмайтын болды. Қауіпті операция. Екінші күні дәрігер Ли мен лагердегі жасырын топ әрекетке көшті. Ли өлім блогында жұмыс істейтін санитарды парамен сатып алды. Олар Софияға арнайы препарат жіберді. Бұл препарат адамның тынысын баяулатып, денесін суытып, сыртынан қарағанда өлі адамдай етіп көрсететін еді. Жоспар бойынша Софияны өлі деп тіркеп, басқа мәйіттермен бірге ортақ шұңқырға тастауы керек. Содан кейін түнде оны сол жерден қазып алып, лагердің астындағы ескі кәріз жүйесі арқылы қашырып жіберу қажет. Алайда бұл жоспарды орындау үшін Волков пен күзетшілердің назарын басқа жаққа аудару керек болды. Айда бұл міндетті өз мойнына алды. Сұлулықтың соңғы құрбандығы. Үшінші күні Софияны ату жазасына кесетін түнде Айда Волковқа қоштасу кешін ұйымдастыруды ұсынды. Полковник, ертең сіз Мәскеуге кетесіз. Мен бүгін сіз үшін және сіздің достарыңыз үшін ең соңғы, ең керемет концертімді бергім келеді, деді Айда, ең сәнді көйлегін киіп. Волков бұған қуана келісті. Клубқа лагердің барлық офицерлері жиналды. Айда сахнаға шықты. Ол бұл жолы ән салған жоқ. Ол биледі. Балерина Софиядан үйренген бірнеше қимылын пайдаланып, сахнада нағыз сұлулық пен қасіреттің биін көрсетті. Ол билеп жүріп, офицерлердің стақандарына дәрігер Ли берген ұйықтататын дәріні білдіртпей қосып үлгерді. Оның әрбір бұрылысы, әрбір ишараты офицерлердің назарын арбап алды. Олар Айданың сұлулығына мас болып, айналада не болып жатқанын ұмытты. Тірі өліктердің қашуы. Дәл осы сәтте лагердің арғы шетінде Софияның мәйітін арбаға тиеп, лагер қақпасынан алып шықты. Күзетшілер Айданың концертіне баруға асығып, арбаны мұқият тексерген жоқ. «Мынау Балерина ма?» деп сұрады бірі. «Иә, өліп қалыпты. Тифтен дейді», деп жауап берді санитар. Күзетшілер тиф деген сөзді естігенде арбадан 5 метр алыс тұруға тырысты. Софияны лагерден 1 шақырым жердегі шұңқырға тастады. Түн ортасында дәрігер Ли мен тағы 2 тұтқын Софияны жер астынан қазып алды. Препараттың күші тарап, София алғаш рет терең тыныс алды. «Айда қайда?» деп сыбырлады ол. «Ол сені құтқару үшін тозақта қалды. София, біз қазір кетуіміз керек», деді Ли. Тұзаққа түскен бұлбұл. Концерт аяқталды.
Офицерлердің көбі үстел үстінде қор ете түсті. Бірақ Волков шарапты ішпеген еді. Ол Айдаға мысқылмен қарап тұрды. Керемет би, Айда, бірақ менің күзетім маған хабар берді. Ортақ шұңқырдан біреуді қазып алып жатыр екен. София ма? Айданың жүзі қуарып кетті. Волков оның шашынан жұлып сахнадан төмен лақтырды. Сен Софияны құтқардың деп ойлайсың ба? Мен оларды қазір-ақ қуып жетемін. Ал сен енді ән салмайсың. Сен ГУЛАГтың ең қараңғы, ең қорқынышты жеріне қара камераға барасың. Айданы сүйреп әкетіп бара жатқанда ол аспандағы жарық жұлдызға қарады. София еркіндікте. Дәрігер Ли құжаттарды алып шықты. Оның миссиясы орындалды. Енді оның сұлулығы да, дауысы да оған керек емес еді. Ол ГУЛАГтың құпиясын ашу үшін өз өмірін құрбан етті. Бірақ ГУЛАГ Айданы оңайлықпен өлтірмек емес. Оны әлі де адам айтса сенгісіз азаптар мен жаңа бір сынақ күтіп тұр еді, тұңғиық түбіндегі жалғыздық. Карлагтың қара камерасы бұл тірілей көмілумен тең еді. Бұл жер астында орналасқан, терезесі жоқ, қабырғаларынан үнемі су сорғалап тұратын тар бетондалған қуыс. Мұнда уақыт ұғымы жоқ. Күннің батқаны мен атқаны тек ауыр темір есіктің тамақ әкелгендегі шиқылынан ғана білінеді. Айданы мұнда ешқандай киімсіз, тек жыртық іш көйлекпен тастады. Аязды түнде бетон еденде жатып, ол өзінің нәзік саусақтарының мұздап, сезімсіз болып бара жатқанын сезді. Бірақ оның жанындағы от сөнген жоқ. Ол қараңғылықта отырып ақырын ғана ән айта бастады. Бұл еркіндіктің, Софияның амандығының әні еді. Күзетшілер бұл дыбысты естігенде зәрелері ұшты. Олар үшін бұл ән емес, ГУЛАГтың құрбандарының аруағы күңіренгендей естілетін. Әй, бұл, үніңді өшір. Әйтпесе тіліңді кесіп аламын. Деп айқайлады күзетші есікті сабалап. Бірақ Айда тоқтамады. Оның дауысы жер асты дәліздермен жаңғырып, басқа камералардағы азапталып жатқандарға үміт сыйлағандай болды. Волковтың соңғы қатыгездігі. 2 күннен кейін камераға полковник Волков кірді. Оның түрінен шаршағандықпен ашу көрінеді. Ол София мен дәрігер Лиді таба алмаған еді. Олар даланың қалың қары мен боранына сіңіп жоқ болған. Волков өзінің мансабы үшін қорықты, егер Мәскеу қауіпті саяси тұтқынның қашқанын білсе, ол өзі Айданың орнына отыруы мүмкін. Сен жеңдім деп ойлайсың ба? Волков Айданың шашынан жұлып, басын қабырға соқты. Сенің сұлулығың, сенің мақтаншың еді. Мен оны бүгін күл талқан етемін. Ол қалтасынан өткір ұстараны шығарды. Ешкімге керек болмайсың. Ешкім сенің бетіңе қарай алмайтын болады. Сенің бұлбұл дәуренің бітті. Волков ұстараны Айданың бетіне жақындатты. Бірақ Айда көзін жұмған жоқ. Ол Волковтың көзіне тік қарап, мұздай суық күлкімен күлді. Сіз менің бетімді тілгеніңізбен, менің рухымды тіле алмайсыз, полковник. Менің сұлулығым менің ішімде. Ал сіз ішіңіз шіріп кеткен құбыжықсыз. Сіз бәрібір жеңілесіз. Бұл сөз Волковтың қолын дірілдетіп жіберді. Ол өмірінде талай адамды өлтірген, бірақ мұндай қайсарлықты көрмеген еді. Дәл осы сәтте сырттан үлкен гүрсілмен адамдардың айқайы естілді. Әйелдер көтерілісі, жанартаудың оянуы. Лагердегі әйелдер Айданың қара камераға жабылғанын және оның София үшін өзін құрбан еткенін естіді. Марфузаның өлімінен кейін жиналған ыза мен кек шегіне жеткен еді. Дәрігер Ли қашар алдында лагердегі астыртын топқа белгі беріп кеткен болатын. Айданы шығарыңдар. Жендеттерге өлім. Деген айқай бүкіл Карлагты жаңғыртты. Жүздеген әйелдер қолдарына кетпен, күрек, тас алып, күзет мұнараларына қарай ұмтылды. Бұл ГУЛАГ тарихындағы ең сирек кездесетін, ең қаһарлы әйелдер көтерілісі еді. Олардың аштықтан бұралған денелерінде кенеттен алып күш пайда болды. Күзетшілер оқ жаудырды, бірақ әйелдер тоқтамады. Олардың алдында Софияның биі, Айданың әні және Марфузаның серті тұрды. Олар изолятордың есігін бұзып кірді. Қараңғыдан жарыққа. Волков камераның ішінде тығылып қалды. Ол сыртқа шығуға қорықты. Көтерілісші әйелдер камераның темір есігін жұлып алғанда, олардың алдынан үсті басыған,
бірақ жанары оттай жанған Айда шықты. Әйелдер Айданы қолдарына көтеріп алды. Біз келдік, Айда. Сен жалғыз емессің, деп жылады олар. Волковты бұрыштан суырып алып, ашынған әйелдердің ортасына тастады. Оның офицерлік погондары жыртылып, мақтанған атақ даңқы күлге айналды. Оны ГУЛАГтың өзі жазалады. Бостандыққа алғашқы қадам. Көтеріліс лагердің бір бөлігін басып алды. Бірақ Мәскеуден жазалаушы отрядтың келе жатқаны туралы хабар жетті. Айда бұл бостандықтың қысқа екенін түсінді. Қыздар, тыңдаңдар, деді Айда әлсіз дауыспен. Біз бәріміз қаша алмаймыз. Бірақ біз ГУЛАГтың құпиясын әлемге жариялауымыз керек. Дәрігер Лидия, барлық құжаттар бар. Біз оған уақыт ұтып беруіміз керек. Сол түні лагерде үлкен өрт басталды. Тұтқындар лагердің мұрағатын, офицерлердің жазбаларын өртеді. Түтін арасымен бір топ әйел, ішінде Айда да бар, лагердің ең әлсіз тұсынан бұзып өтуге әрекет жасады. Айданың аяқтары жүруге келмейді, бірақ ол еңбектеп болса да алға ұмтылды. Ол қазақ даласының еркін ауасын сезді. Тікенек сымның артында қалған тозақ оны мәңгілікке таңбаласа да, ол өзінің сұлулығын сақтап қалды. Бұл оның адамдық намысы. Карлактың лапылдаған өрті артта қалды. Түнгі аспанды қап-қара түтін мен қызыл ұшқындар торлап алған. Айда сарыарқаның аязды желіне қарсы тұрып, қар үстімен әрең басып келе жатты. Оның аяқтары сезімсізденіп, үстіндегі жұқа киімі денесін қорғауға қауқарсыз еді. Бірақ ол тоқтамады. Оның көз алдында Софияның күлкісі мен Марфузаның соңғы демі елестеп тұрды. Мен тірі қалуым керек. Мен айтуым керек, деп сыбырлады ол жарылған еріндерімен. Ол таң атқанша жүрді. Күн көкжиектен көтерілгенде алыстан бір кішкентай қыстаудың сұлбасы көрінді. Бұл қазақ шопандарының қыстауы еді. Айданың күші таусылып, сол жерге жете бере есінен танып құлады. Оның ең соңғы сезгені біреудің жылы қолы мен бейтаныс, бірақ мейірімді даусы болды. Жасырын өмір, аты жоқ ару. Айданы жас шопан жігітпен оның қарт анасы құтқарып алды. Олар лагерден қашқан тұтқын екенін білсе де, оны билікке тапсырмады. Қазақ даласының дархандығы мен қонақжайлығы Айданы ажалдан арашалап қалды. Ол бірнеше ай бойы сол үйдің төрінде емделді. Оның бетіндегі Волков салған жаралар жазылғанымен жүрегіндегі тыртықтар мәңгілікке қалды. Айда енді опера театрының жұлдызы емес еді. Ол қарапайым әйгерім болып ауыл арасында жүрді. Ол даусынан айырылған болатын, қара камерадағы суық пен азап оның бұлбұл үнін мәңгілікке өшірді. Бірақ ол тағдырына өкпелемеді. Ол тірі қалды. Бір жылдан кейін оған дәрігер Лиден құпия хат жетті. Ли мен София шекара асып Еуропаға жетіпті. Ли өзімен бірге Айда сейфтен алған тізім 12 құжатын алып шыққан екен. Олар ГУЛАГтың қатыгездігін әлемге жариялау үшін халықаралық ұйымдарға арыз түсірген. София хатында: Айда, сенің құрбандығың босқа кеткен жоқ. Әлем ГУЛАГтағы арулардың қаны мен көз жасын естіп жатыр, деп жазыпты. 1956 жыл. Ақталу. Сталин өлгеннен кейін елде жылымық кезеңі басталды. ГУЛАГтың тікенек сымдары біртіндеп қирап, мыңдаған жазықсыз жандар бостандыққа шықты. Айдаға да ресми түрде ақталу туралы құжат келді. Оның есімі тазартылып, оған Алматыға оралуға рұқсат берілді. Айда Алматыға келгенде өзі жұмыс істеген опера театрының алдына барды. Театр сол қалпында, салтанатты, биік. Бірақ Айданың жаны бұрынғыдай емес еді. Ол театрға әнші емес, ГУЛАГтың тірі куәгері ретінде келді. Ол өзінің ескі пәтеріне кіргенде бәрі шаң басып қалғанын көрді. Күйеуі сәкеннен қалған кітаптар мен өзінің ескі фотосуреттері. Ол бір фотоны қолына алды. Онда ол жас, бақытты, бетінде ешқандай жара жоқ, көздері оттай жанған Айда. Ол айнаға қарады. Айнадан оған ГУЛАГтың тозағынан өткен, шашына ерте ақ түскен, бірақ рухы сынбаған егде әйел қарап тұрды. Соңғы концерт. Театр басшылығы Айданың оралғанын естіп, оны құрметті қонақ ретінде шақырды. Бір кеште сахнаға шығуын өтінді. Айда сахнаға шықты. Заллық толы, оның дауысы жоқ екенін бәрі білетін. Ол микрофонның алдында үнсіз тұрды. Бүкіл зал сілтідей тынды.
Сөйтті де ол жай ғана қолын кеудесіне қойып басын иді. Содан кейін ол өзінің гулагта айтқан әнін, қарлығаштың әуенін үнмен, көзқарасымен жеткізгендей болды. Залдағы халық оның үнсіздігінен гулагтағы миллиондаған құрбандардың дауысын естігендей болды. Халық оны орнынан тұрып ұзақ шапалақпен шығарып салды. Бұл оның өміріндегі ең ұлы, ең маңызды концерті еді. Бұл сұлулықтың ажалды жеңген сәті еді. Эпилог, тікенек сымның артындағы гүл. Арада тағы 30 жыл өтті. Айда, Әйгерім, әжей өмірінің соңына дейін гулаг құрбандарының естеліктерін жинаумен айналысты. Ол Софиямен бірнеше рет кездесті. София Еуропада атақты балет мектебін ашып, гулагтағы азаптар туралы мемуар жазды. Дәрігер Лидия өз елінде құрметке бөленді. Олардың бәрі бір нәрсені түсінді, гулаг олардың тәнін азаптағанымен. Олардың адамдықсыз. Айда қайтыс боларының алдында өзінің күнделігіне соңғы сөзін жазды. Гулагта бізді қорлағысы келді, бізді малға теңегісі келді. Сұлулығымызды сорымыз етті. Бірақ олар бір нәрсені ескермеді, нағыз сұлулық беттегі ажарда емес, ол шындықты айтуға қорықпайтын жүректе. Біз өлген жоқпыз. Біз тікенек сымның артында өскен гүлдерміз. Біздің есіміз азаттық. Бүгінде Карлат мұражайында бір ескі сурет тұр. Онда екі ару құшақтасып тұр. Бірі Айда, бірі София, олардың жүзіндегі мұң мен ерік жігер бүгінгі ұрпаққа ешқашан ұмытпаңдар деп тұрғандай. Хикаяның соңы